Қайырлы күн достар, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін бізде қонақта қазақ өнерінің қайраткері, әнші, композитор Кентау Назарбек мырза келіп отыр. Кентау мырза, қош келдіңіз. Өте қуаныштымыз. Біздің YouTube арнамыз осы халқымыздың салт дәстүрін, мәдениетін, ән өнерінде насихаттайды. Соның ішінде бүгін сіз келіп, мына қазақ өнерінің, оның ішінде қазақ әнінің кешегісімен бүгіні туралы бабаларымыз салып кеткен Біржан Сал, Ақан Сері, кешегі Абай деген сияқты сол әндердің киесін, жалпы ән туралы, қазіргі заманға ән өнері туралы айтып өтсеңіз. Енді Бахаргүл, мына студияларыңызға шақырғаныма алғысын білдірем. Енді өзіңде өнердің мынау енді биіктеуіне үлкен үлес қосып жүрген бір қазақты мықты азаматсың. Мына дұрыс айтасыз, көп жағдайда мына қазіргі әндер бұрынғы бабаларымыздың, кешегі өткен ағаларымыздың, ортамызда жүрген ағаларымыздың әндеріне сайма дейсіз ғой. Әрине, өкінішке орай мына тәуелсіздігіміздің мына биыл 30 жылдығы саралай қарасақ, әрине өкініш жерлер әрине көбірек. Өйткені мынау кешегі, енді ар жақта бабаларымыз айтпай қояйық, мына бергі кеше ғана өткен Шәмші ағаларымыздың, кеше ғана өткен Нұрғиса, Ескендір ағаларымыздың жолымен мына жастардың жүруі кішкене әлсіздеу. Олардан көрі бұлар батысқа еліктеп, мынау басқа елдің қаңсығына еліктеп, көптеген жағдайда мынау ұятқа қалдырып жатқанда жағдайлар көп. Бірақ әрине, оның ішінде әрине талпынып, жазып та жүрген азаматтар баршылық. Сондықтан да мен өзім ойлаймын, бұл енді 30 жыл әрине көп уақыт емес, әлде болашақта жақсы нелер, мынау пандемияның әсері, мынау адамдардың оянуына, рухани жаңғыруына мен өзім әсер етті өзім ойлаймын. Өйткені көп адам тәубасына келді ме деп. Сондықтан да болашақ қазақтың жақсы болады деп өзім ойлаймын, ән өнерінің. Иә, керемет. Тағы да енді тақырыпты әндерге келетін болсақ, сіздің бір бәйтерек, бір шынар деген әніңіз, ана мен әке мен ананы бірге қосқан әніңіз керемет. Ойласам 30 жыл болды ғой деймін, осы тәуелсіздікпен құрдас сол әніңіз. Керемет халықтың көңілінен шыққан ән. Сол әніңіз туралы бір тоқталып өтсеңіз, халыққа, менің оқырмандарыма айтып өтсеңіз керемет. Кейбіреу білер, кейбіреу білмес, бірақ маған өзіме керемет ұнайды. Бір бәйтерек, бір шынар әннің шығу тарихына тоқталып өтеміз. Бұл енді ән менің 1980 жылы, онда мектеп қабырғасында оқып жүрген кезім. Сонда 8 класста оқимын. Бір балаң Кентауға осындай бір ой келді. Үнемі анау партаның екінші қатардың бойым ұзын болғаннан кейін соңында отыратын, сол ойланған жақсы көретін. Сол кездерде мынандай ой келді. Қазақта әкеге жеке ән арнайды, анаға жеке арнайды. Сонда неге бұл балаға жаман әке, жаман шеше деген жоқ. Ол тұтас ұғым. Ақыл айтса, ата-ана аманаттайды, ақылын үйретеді, тілегін бірге айтады. Неге осы біріктіріп, неге жазбасқа деп бір ой келді. Әкеде керек, шешеде керек дейсіз ғой, балаға әрине. Алла береді ғой енді, ол мысалы енді ол кімнің баласы болғанда Алла береді, сол үйге шыр етіп бала дүниеге келеді. Яғни ата мен анаға бала міндетті түрде қарыздар дүниеге келгеніне. Ол кім болса да. Сондықтан да осындай бір ән неге жазылмайды деген ой келді. Бірақ мен оны өзім жазам деп ойлаған жоқпын. Бірақ сол кезде менің мынау өнерге кішкене талпына бастаған кезім болса керек. Сосын не болмаса бір ақынға, не болмаса бір композиторға бір айтсам ба деп жүріп, Алла жолықтырмады. Сосын 86 жылы көтеріліс болды.
сол көтеріліске қатысып кішкене одан сайын мына дүркіреп жүрген кезіміз сол аяқ астынан ән жазуға сонда бір серпілістер келіп алғашқы әндерім жазылды. Сөйтіп жүргенде 91 жылы бір конкурсқа қатысып сол автобуста келе жатқан кезде осы ән шықты, өмірге келді. Сосын үйге келіп, онда менің апайым Бақыт Назарбекова сөзін жазды. Соны мынаны бұл әннің ғаламаттығы мен өзім ойлаймын, анау әкемізді, анамызды табиғат анамен теліп дәріптеу. Әкемізді бәйтерекке, анамызды шынарға. Сол енді дереу сол күні есімде әйтеуір бірталай Семейдің мен деген азаматтар дастарханда болды. Сонда 30 шақты рет айтқанымыз есімде. Сонда олар болға батасын беріп, бір күнде 30 шақты рет айттық. 30 шақты рет. Сонда бәрі енді бұл енді қазаққа тарайтын ән екен деп айтты. Солай тарап, біздің Семейде енді көп жағдайда менің ата-анамды бірін бәйтерек, бірін шынар деп жатады. Көбі қазір ата-аналарын бәйтерекке, шынарға теңеп жатады. Бұл енді бір кішкене қозғау салды ма деп өзім ойлаймын. Сол әнге 91 жылдан бастасақ, сонда биыл 30 жыл. Әркімдер айтты, Әсем Омарова деген қарындасым айтты, естірар. Одан кейін мына қазір кең тарап жүргені, мысалы ана Алтынай Жорабаева қарындасым өте жақсы орындады. Сол қазір кең тарап. Бұл енді тілек ретінде де, бұның сөзін тілек ретінде де айтып жүр. Мен Алматыда өзім болған бір балалардың үйлену тойында кәдімгідей тілек ретінде айтып сөйтіп жатқанын көрдім. Енді ең бастысы біз халыққа мына Серікжан Болат деген досымыз бар, сол айтады. Өзіңіз де орындамадыңыз ба? Өзіңіз де орындап жүрмін, бірақ енді әншілер көп айтқаннан кейін мен сол әншілер көп айтқан әнді мен енді көп енді әншілердің айтуын естіп қалдым, мені қабылдамай ма деп көп орындай қоймаймын енді. Құрметті менің оқырмандарым, біздің сұхбаттың соңында композитордан ән тыңдайтын боласыздар. Қонақкәде әрине болады. Күтіңіздер, артына дейін тыңдаңыздар. Сол әнге биыл міне 30 жыл. Мына тәуелсіздігіміздің 30 жылымен тұспа-тұс келіп отыр. Менің шығармашылығыма да 30 жыл. Мен ана Теміржан Базарбаевтың шәкіртімін ғой. Сол кісінің алдында, енді оның алдында жазып жүрдім, біраз қойып кеткен кездерім болды. Соның менің қанаттануыма, аяғымның жүрісінің нық басуына бірден бір себепкер менің ұстазым Теміржан Базарбаев. Сол кісінің алдына келгеннен бастап есептегенде биыл 30 жыл. Биыл тәуелсіздікке 30 жыл. Кентау мырзаның шығармашылығына да 30 жыл. 30 жыл. Дәл осы 30 жылдыққа орай менің тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Енді тәуелсіздік деген ол енді әрбір қазақтың патриоттық сезімін оятады. Тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл деп мақтанамыз. Осы кезде енді осы патриоттық әндер туралы айтып өтсеңіз, сіздің шығармаларыңыздың қоржыныңызда көбінде патриоттық әндер бар екендігін мен білемін. Сондықтан патриоттық әндер деген кезде делбеземіз қозады расында да. Ол мәселе мынау кейбір әлемдегі халықтардың кейбіріне қарасаңыз, жері жоқ, елі жоқ. Ол қандай қасірет. Біздің бабаларымыз мысалы әлемде мына 9-шы орын алады дейді ғой. 9-шы орын алатын территориясы бар. Ал егер шынайы зерттеп қараса, мысалы ақшты алсақ, онда мысалы қаншама құрама. Мысалы Ресейдің өзі құрама, Қытайдың өзі құрама. Ал таза қазақ енді кейбір рұттар бар, бірақ деген таза автономия жоқ қой бізде. Таза қазақтың территориясын алғанда біздікі енді жаңғыз мемлекет бірінші деп өзінің территориясы үлкен. Сондықтан да осындай бабаларымыздың осындай біздің мұра еткен жерді басып жүріп, ауасын мен дем алып жүріп, барлық жағдай мен қамтамасыз ететін бабаларымызға рахмет айту біздің парызымыз ғой, осыны ұстау. Сондықтан да мен көптеген әндер жаздым. Қазағым жаса мәңгілік деп, бүкіл анау тарихтан қозғайтын, анау Саққұмнан қазірге шейін. Содан кейін ұлы елім асқақта, қазақ елі байтағым, сен қазақсың, мен қазақпын. Қазақ елі байтағымды өткенде әскери оркестр орындап тұрғанын көрдім сіздің немнеңізден. Анау қазағым жаса... Айтқан кезде расында да адам патриоттық сезімі оянады сол әніңізді тыңдағанда. Қазақ елім байтағым. Байтақ екен өтірік емес. Былай қарасаңыз,
басқа елде мына мен бір жол келе жатсам, мына Ресейдің Сургут деген жерден біздің бір жерлес азамат, мен пойызбен кетіп бара жатсам, бірге келе жатыр. Сонда қайда жүрсең, Сургут деген жерде бір вахтовый методпен барып жұмыс істейміз. Сол жақта біздің бір азаматтар орман бизнес ашқан ау деймін. Сонда барғанда қалай десем айтады, ой, ол жердің суы жаман дейді. Анау тазартып ішпесе, тіпті адамның денсаулығына қатты әсер етеді дейді. Сол жаман ол жақта аю көп екен. Мысалы аю енді анау шыршаның несін жейді ғой, анау жаңғағын. Соны жерге көп түссе, оны жейді да қыс бойы ұйықтайды екен. Ал егер кейбір жылдар ол шырша көп береді екен, кейбір жылда аз береді екен. Аз берген жыл аю аш дейді да, сонда ұйықтамай қалаға кіреді екен. Сонда адамдар жеп кеткен жағдайлар көп болыпты, ана кісінің айтуы бойынша. Сонда өзім ойлап келе жатырмын, мынау бізде ну десе ну бар, су десе су бар, тау десе тау бар, шөл десе шөл бар. Ана көлінде крокодилы жоқ, анакондасы жоқ, анау жыртқыш дүниесі жоқ. Осындай территорияны бабаларымыз қандай керемет. Не керектің бәрі бар, бірақ енді қазаққа ең керегі бірлік деп өзім ойлаймын. Бірлік. Әлгі қазақтың мынандай қасиетті сөзі бар. Өзіңді өзің сыйласаң, жат жанынан түңіледі дейді. Қазақ енді өзін өзі сыйлау керек. Біз енді басқа ұлттарды құрметтейміз, бірақ өзімізді құрметтеу кішкене төмендеу да, жақсымызды бағалау, қадірлеу, соны қолға алуымыз керек сияқты да. Дұрыс айтасыз. Мысалы, сіз жақсылық жасап жатсыз, неге қуанбасқа? Қуануымыз керек. Соны мысалы бүгін мен бір қуанышым, бір досымның баласы Секен Сыздық деген жақсы әнші еді. Сол кішкене кейін кезде дәстүрлі әнші, соның баласы Қазақстан дауысына қатысып, Мәди Сыздық деген өте жақсы өнер көрсетіп, соған қатты қуандым. Өйткені досымның баласының сондай нәтижеге. Солай менің ойымша қуануымыз керек. Қуануымыз керек, сол мақтануымыз керек. Бізге жетіспей жатқан сома деп өзім ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Әзір міне патриоттық ән, қазақ, ұлт деп теманы қозғап отырмыз ғой. Осы орайда сол біздің Әдемі компаниясы осы ұлттық салт дәстүрімізді насихаттаумен айланысып келе жатырмыз ғой. Сондықтан сізге қоятын тағы бір сұрағым, осы салт дәстүрлеріміздің ішінде қайсы дәстүр сізге жақын, қандай ырым тиымдарды ұстанасыз, қай дәстүр сізге ұнайды? Осы қазақтың дәстүрі көп қой. Қазақтың, мен қазақ, біз ұлтшылдыққа қашамыз. Ойбай, ұлтшыл, ана фашизммен пара-пар деп кейбір қорғам білеймін. Ұлтын сүю деген неге сөкет? Жаңағы патриоттық ән дегеніңіздің өзі ұлтын сүю. Ұлт жоқ, ұлтшыл, ұлтжанды деп кейбір, біз ұлтжанды. Ұлтжанды деген екідай сөз ғой. Керек болса ұлтжанды болу, керек болса ұлтшыл болу деген ол бір мақтаныш деп өзім ойлаймын. Сондықтан да ұлтымның барлық дәстүрі, салт санасы, енді ол мақтануымыз керек, мен жақсы көремін. Енді оның үстінен дәстүр көп қой, мысалы. Бізде тойда жүргеннен кейін көбінесе қыз ұзату, келін түсіру, мысалы. Қонақта сондай ең басты мәселе, оның бәрі дәстүр. Тұсау кесу, былайша айтқанда, әлгі тәуелсіздік алғаннан кейін бізде енді ол барлық жаңағы дүниенің бәрі өзінің жанашырларының ортасында істелуші еді. Ал мына тәуелсіздік алғанымызда уже не болып кетті? Бір дабырағып, не нәрсені дабыралау көбейіп кетті. Бұл қазақта ондай болмаған ғой. Жастардың тілімен айтқан не дейді әлгі? Лайық қылып деймін, мен дейші. Сондай бір жағдай сұрақ болды, бір сол мақтан болып, не болса соны елге жариялап, сол жата ол менің ойымша даңғойлық деп өзім ойлаймын, ондай керек жоқ деп. Салт дәстүрді ұстану керек, оны іске асыру керек, жастар ұмытпау керек дейсіз ғой. Соны мақтану керек, оны мысалы мақтанғанды елге сол ел айтпай қол сезіну керек та өзің. Былай сезіммен, оны мен ұстанып жатырмын деп мақтанудан оданша ол адамның өзіңіздің шынайы ұстап жатқаныңызды біліп, соған одан сайын ол өзі сезіну керек. Бізде көбін айғайлап айтамыз. Ол дұрыс емес сияқты. Осы орайда тағы да бір сұрақ, тұсау кесу деген дәстүр бар ғой. Соны көбінде әйел адамдар кеспеу керек, ер адамдар кесу керек деп жатады.
Осы дәстүрге қалай қарайсыз? Ол өте жақсы дәстүр. Негізі ол менің түсінігімде ол әйел еркек деп бөлінбеу керек. Менің ойымша, өйткені кім келсе де жолы үлкен, ол жүріс-тұрысы таза, отбасылы, сонан кейін ол жан жағына бір жақсылықтың, ізгіліктің нұрын шашып жүрген адам кесу керек та. Ол еркек болса, немесе көбінесе енді қыз балаға әйелдер кеседі ғой енді, қыз балаға өйткені жолы бар үлкен, сондай бір адам деп, иә, соған ұқсасын деп. Аны ер балаларға әрине салиқалы еркектер кеседі. Сізде әнші, композитор болған соң сізге ұқсасын деп аузына түкіріп бер деп айтып жататын шығар. Ол да бір дәстүр ғой. Ол да дәстүр енді, қазақ енді жақсы да жаттығы жоқ дейді ғой. Жақсыны өзіне тартады, ол жақсы қасиет. Бірақ енді менің ойымша енді ана ауызға түкіру деген мен енді гигиеналық тұрғыда дұрыс емес деп өзім ойлаймын. Оданша батасын беріп, маңдайынан сүйіп, шынайы пейілімен, ниетімен әлге бір жақсылық тілесе, мен сол жеткілікті деп өзім ойлаймын. Батасын беру. Ауызға түкіру деген менің ойымша енді ол дұрыс емес деп өзім ойлаймын. Ол қазақтың дәстүрі ғой. Дәстүрі ғой, дәстүр. Енді ол дәстүрде жаңару керек деп өзім ойлаймын. Жаңартып, енді батасын берсе болды дейсіз ғой. Батасын алып, мысалы. Сізден талай балаға бата да берген шығарсыз. Болып жатыр. Сізге ұқсаған азаматтар болсын деп ырымдайды ғой қазақ халқы. Әнші, композитор келіп отырған соң қонаққа де сұрамасқа болмайды деп ойлаймын. Енді олай болса сізден қонаққа де. Жарайды. Әр қазақ жанға жақын қимасыңыз, ағайын бір-біріңмен сыйласыңыз, қайыспай салмағына уақыттың, өмірдің өткенінен бірге асыңыз. Бұл өмір қас-қағымда тез өтеді, пенделер артық кемді сөз етеді. Татулық ізгіліктің дәнекері, сіз біз деп сыйласқанға не жетеді? Сіз біз деп сыйласқанға не жетеді? Ынтымақ берік болсын ел ішінде, сақтайық сыйластықты сол үшінде. Ағайын ел жұртыңның қадірін біл, көресің жемісінде, жеңісінде. Бұл өмір қас-қағымда тез өтеді, пенделер артық кемді сөз етеді. Татулық ізгіліктің дәнекері, сіз біз деп сыйласқанға не жетеді? Сіз біз деп сыйласқанға не жетеді? Бұл өмір қас-қағымда тез өтеді, пенделер артық кемді сөз етеді. Татулық ізгіліктің дәнекері, сіз біз деп сыйласқанға не жетеді? Сіз біз деп сыйласқанға, сіз біз деп сыйласқанға не жетеді? Ой, бәрекелді, керемет, тамаша, қуанып қалдық. Кентау мырза, көп рахмет. Менің оқырмандарым бүгін бір тамаша ән тыңдап, сүбелі сұхбат болды деп ойлаймын. Егер де осындай киелі өнерді және де қазақ халқының салт дәстүріне байланысты мағлұматтар тыңдағыларыңыз келсе, менің Бахаргүл Төлеген атты YouTube арнама жазылыңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген. Назарларыңызға рахмет.